Найзағай табиғаттың ең әсерлі әрі қауіпті құбылыстарының бірі. Бір сәтте пайда болып, қоршаған ортаны жарыққа бөлейтін бұл күштің қаншалықты қауіпті екенін білесіз бе? Найзағай бір секундта миллиардтаған джоуль энергия шығарып, атом бомбасының жарылысына тең күшке ие бола алады. Бұл қалайша мүмкін? Бүгінгі видеода осыны талқылайтын боламыз. Найзағай бұлттар арасындағы немесе жер мен бұлт арасындағы электр разряды. Ол секундтың 1/1 бөлігінде ғана пайда болады және температурасы 30.000 градусқа дейін жетеді. Бұл күннің беткі қабатынан 5 есе ыстық деген сөз. Сондықтан найзағайдың қуаты бірден қоршаған ауаны қыздырып, қатты соққы толқынын тудырады. Бұл біз найзағайдың гүрілі ретінде еститін дыбыс. Көп жағдайда найзағай нөсер жаңбыр, дауыл немесе боран кезінде пайда болады. Бұлттар ішіндегі электр разряды оң және теріс болып екіге бөлінеді. Оң разрядтар бұлттың жоғарғы бөлігінде жиналса, теріс разрядтар төменгі бөлігінде жиналады. Жер бетінде де оң зарядтар жинақталады. Зарядтар арасындағы потенциал айырмашылығы өте жоғары болғанда найзағай разряды пайда болады. Найзағайдың энергиясы бірнеше 100 миллионнан миллиард джоульға дейін жетеді. Бұл Хиросимаға тасталған атом бомбасының энергиясының 10%-ына тең. Яғни найзағай тек бір сәттік разряд болғанымен, оның шығарған энергиясы бүкіл қаланы жарықтандыруға жеткілікті. Егер адамзат осы энергияны басқара алатын болса, бұл баламалы қуат көзінің біріне айналар еді. Салыстыру үшін Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуаты 63 тераджоульға тең болды. Орташа найзағай разряды бірден 10 тераджоульға дейін энергия бөледі. Бұл дегеніміз бірнеше найзағай соққысы толыққанды атом бомбасына тең күш шығара алады деген сөз. Ғалымдар найзағай энергиясын жинау мүмкіндігі туралы зерттеулер жүргізуде. Бірақ оның ең үлкен мәселесі, найзағай өте қысқа уақыт ішінде пайда болады, және оның энергиясын тиімді түрде жинау мүмкін емес. Қазіргі таңда найзағайдан энергиялық технологиясы жоқ, бірақ болашақта ғылым бұл мәселені шешуі мүмкін. Егер біз найзағай энергиясын тиімді пайдалана алсақ, онда бір ғана найзағай разряды орташа есеппен 100 мың үйді бір күнде қамтамасыз ете алады. Бірақ найзағайдың күтпеген жерден пайда болуы және оның бағытталуын болжауға келмейтіні бұл энергия көзін тұрақты етуге кедергі келтіреді. Жыл сайын жер бетіне шамамен 1,4 миллиард найзағай соққысы тіркеледі. Оның ішінде 30-40 миллион найзағай разряды жерге тікелей түседі. Найзағай түскен жерде өте үлкен температура пайда болып, өрт шығуы немесе адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. Адам найзағай соққысына ұшыраса, оның денесінен 300 мың амперден астам ток жүреді. Бұл адам ағзасына ауыр жарақаттануға немесе өлімге әкелуі мүмкін. Сондықтан ашық алаңда, су бетінде немесе ағаштардың жанында найзағай кезінде жүруге болмайды.